Көз ауруларынан көк шайдың көмегімен қоштасыңыз. Күлімдеген көзге, мөлдіреген әрі өткір жанарға ие болғыңыз келсе, төмендегі емді ерінбей жасаңыз. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Құрметті оқырман, алдымен арнамызға жазылып, қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Сіздердің болмашы ғана әрекеттеріңіз арнамыздың дамуына үлкен үлес қосады. Көз айналаңызды әрі әлемді көру бақытын сыйлайтын ең маңызды мүше. Көзіңіз арқылы өзіңізді, жақыныңызды, сүйіктіңізді, балаларыңызды, бәрін көре аласыз. Кез келген заттың әдемілігін де, әсемдігін де, кемшілігін де көзіңіз көрсетеді. Сондықтан да өзі кішкентай ғана, бірақ бәрін көрсете алатын көзіңізді аурудан сақтаңыз. Ол үшін арнайы дәрігерге барып ем алудың қажеті жоқ. Өзіңіз үй жағдайында көзіңізге күтім жасаңыз. Көк шай көру қабілетін арттырады. Көзіңізді қырағы еткіңіз келсе, көк шайды күнде ішіңіз. Жылдай көзіңізге тамызыңыз. Ұйқыға жатар алдында көк шайға мақтаным алып, көзіңізге басыңыз. Көк шай көру қабілетіңізді арттырады. Қан тамырларды емдейді, артық шлактардан арылтады, ісінгенін басады, жанарыңыздың жасаурауын тоқтатады. Ол үшін бір шай қасық көк шайды бір стакан қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Жылыған кезде сүзіп алып ем ретінде қолданасыз. Бұл тұнба әсіресе күн ұзақ компьютермен жұмыс істеп келген күні керемет көмектеседі. Компьютерден өткен улы заттардың бәрімен көк шай арқылы қоштасыңыз. Шай пакеттерінде қолдануға болады. Зімбір көзіңіздің саулығын сақтайды. Бір шай қасық ұнтақталған зімбірді бір стакан қайнаған суға салып тұндырасыз. Жылыған кезде сүзіп алып ішке қабылдасаңыз, саулығыңыз артып, жастығыңыз ұзақ уақыт сақталады, әрі көру қабілетіңіз артады. Алоэ жанарыңызды мөлдіретеді. Күлімдеген көз бен мөлдіреген жанарға ие болғыңыз келсе, алоэ шырынын қолданасыз. Ол үшін дәріханада сатылатын арнайы шырынды алыңыз, немесе өзіңіз үйде жасаңыз. Шырынды дайындау үшін үйіңіздегі алоэ гүлін 3 күн бойы суармайсыз. Белгілі күннен соң сығып сөлін аласыз. Бір шай қасық шырынды ішке қабылдау арқылы жарқыраған жанарға ие боласыз. Сондай-ақ ұйқыға жатар алдында 2-3 тамшы көзіңізге тамызсаңыз, шаршағаны басылады, әрі күлімдеп шыға келесіз. Итмұрын көздің шаршағанын басады. 2 ас қасық итмұрынды 1 стакан ыстық суға салып отқа қоясыз. 5 минуттай баяу отта қайнатып алыңыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, бірден 2 қатынастағы стаканнан таңертең және кешке ішесіз. Көздәрі жанарыңызға өткірлік сыйлайды. Көздәрі шөбі көз ауруларынан қорғайды және өткірлігін арттырады. Бұл шөптен дайындалған тұнбаны көзіңізді жусаңыз да, компресс жасасаңыз да, тіпті тамызсаңыз да болады. Тұнбаны дайындау үшін 1 литр қайнаған суға 5 ас қасық көздәрі шөбін салып тұндырып қоясыз. Шамамен 3 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, бірден 2 қатынастағы стаканнан күніне 3 рет ішесіз. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Пайдаланып көріңіздер, ауырмаңыздар, ем болсын. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.